Баршаларыңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздерге алма қосылған пирогтың рецептін бөлісетін болам. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және үстіне қантымызды салып 5 минуттай миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне кішкене шым-шым тұзымызды салып тағы да 5 минуттай миксерлейтін боламыз. Біздікі де дайын болды. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, разрыхлителімізді салып, лопатканың немесе қасықтың көмегімен бір бағытта жақсылап араластырамыз. Ұнымыз толыққанды араласу керек. Дайын болды. Енді осыны табамызға құятын боламыз. Алдын ала алмамызды дайындап, сыртын ашып, осындай бөліктерге бөліп алдым. Алманы көптеу қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Барлығын орналастырып болғаннан кейін пешімізді алдын ала қыздырып алып, 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сахарный пудра сепсеңіздер болады. Пирогымыз енді өте дәмді болып шықты. Сіздерге кесіп көрсетейін. Кесілгеннің өзінде өте жұмсақ әрі дәмді екені көрініп тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына мен сенімдімін. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыру ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және менің видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Ас болсын.